Құрметті әріптестер, бүгінгі іс-тәжірибе тарату семинарына қош келдіңіздер. Құрметті әріптестер, аудан, мектеп атауларын жаза отырыңыздар. Сондай-ақ сұрақтарыңыз болса, жазбаша да, ауызша да жазып берулеріңізге болады. Комментарий жазып отыруларыңызға болады. Мен сіздерге жақсы естіліп тұрмын ба? Дауыс естіледі ме? Жауап берсеңіздер, естіліп тұр ма сіздер? Жақсы көрініп тұр ма? естіліп тұр. Тағы да қош келдіңіздер. Алматы қаласы Алматы ауданы нөмірі 79 гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Бүйенбаева Жаңагүл Әуелханқызы, педагог, зерттеуші. Авторлық бағдарлама тақырыбы айтылым дағдысын дамыту, 5-ші сынып оқушыларына арналған. Мақсаты оқушылардың айтылым дағдыларын дамыту, байланыстырып сөйлеу арқылы олардың өз ойын, пікірін еркін және түсінікті түрде жеткізе білуін қамтамасыз ету. Авторлық бағдарлама 24 жылы бекітілген. Қазақстан Республикасында қазақ тілі мемлекеттік тіл. Қазақ тілін меңгеру әр азаматтың тілдік және мәдени қажеттілігін қамтамасыз ете отырып, қоғамдағы қарым-қатынас пен интеграцияның маңызды құралы болып табылады. Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету барысында 4 негізгі дағдының бірі айтылым дағдысын дамыту ерекше маңызды. Настроением жап айттым ғой. Ішім жаман болды. Айтылым дағдысы оқушының ойды қазақ тілінде дұрыс жеткізе білуі, сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтап, фонетикалық ерекшеліктер дұрыс қолдануы, айтылымды дамыту арқылы оқушылар өз ойын еркін жеткізуге, сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға, өзара қарым-қатынас жасауға дағдыланады. Коммуникативті дағдылар. Олардың қазақ тілінде сөйлеу қабілеттерін жетілдіру арқылы мемлекеттік тілге деген қызығушылығын арттыру. Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған бұл авторлық бағдарлама заманауи білім беру талаптарын ескере отырып әзірленген, тілді үйренушілердің қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыруға бағытталған кешенді жоба. Бағдарламаның басты мақсаты өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін меңгерту барысында олардың айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым дағдыларын дамыту арқылы күнделікті өмірде тілді еркін қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Бүгінгі таңда тілді үйрену тек қана жаңа білім алу емес, сонымен бірге мәдениетаралық қарым-қатынас жасау мен жаңа мүмкіндіктерге жол ашу. Бұл бағдарлама қазақ тілін үйренудің дәстүрлі әдістері мен заманауи педагогикалық технологияларда үйлестірілген. Әсіресе тіл үйренушілердің айтылым дағдыларын дамыту ерекше көңіл бөлінеді. Өйткені бұл дағды тілді еркін әрі сенімді қолданудың негізі болып табылады. Бағдарлама төмендегі ерекшеліктермен айшықталады. Жеке тұлға бағыттылығының тәсілі әрбір тіл үйренушінің қажеттіліктері мен деңгейін ескеру. Интерактивті және ойын технологиялары, сабақтың қызықты әрі тиімді етуін қамтамасыз ету. Практикалық бағыттылық, қазақ тілін шынайы өмірлік жағдайларында қолдау мүмкіндіктерін беру. Бұл бағдарлама жас ерекшеліктері әртүрлі тіл үйренушілерге арналған және әр сабақта белсенді қатысушыларға арналған шығармашылық және логикалық тапсырмалар қарастырылған. Тіл үйрену процесі барысында оқушылар тек тілді үйреніп қана қоймай, қазақ халқының мәдениетімен, салт дәстүрімен және солармен жақынырақ танысуға мүмкіндік алады. Жалпы бағдарламаның негізгі құрылымы бірінші түсінік хат бөлімі. Мұнда түсінік хат бөлімінде, яғни осы бағдарламаның мақсаты, міндеттері, күтілетін нәтиже айтылады. Екінші тұрақтылау мазмұндық бөлімі, негізгі тақырыптар көрсетілген және олар тарауларға бөлінген. Келесі нормативтік бөлім
Нормативтік бөлім күнтізбелік тақырыптық жоспар, яғни жылдық 34 сағатқа бөлінген, ол әрбір тоқсанға бөлініп жазылған. Оқу әдістемелік бөлім, нұсқаулық бөлімі, мұнда бағдарламаны жүзеге асыру барысында қалыптастырушы және жиынтық бағалаулар көрсетілген. Сонымен бірге бала нені біледі, нені түсінеді, нені қолданады деген 3 сұраққа жауап берілген. Одан кейінгі тиімді әдіс тәсілдер берілген. Бұл тиімді әдіс тәсілдерде осы жерде осы бағдарламаны жүзеге асыру барысында қандай әдіс тәсілдерді қолданамын, сабақ өтудің қандай формаларын жүзеге асырамын, мұғалімдерге нұсқаулық берілген. Пайдаланған әдебиеттер тізімі мұғалімдерге және оқушыларға арналған. Сонымен бірге қосымша бұл презентациялар, платформалар, дидактикалық материалдар. Яғни түсінікхатта бағдарлама бойынша мақсаты қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктерін меңгерту, өз ойын нақты және анық дұрыс жеткізуге үйрету, оқушылардың сөздік қорын байыту және сөйлеу дағдыларын дамыту. Міндеттері: айтылымға қатысты жаттығулар арқылы дұрыс дыбыстау дағдысын қалыптастыру, оқушыларды қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарымен таныстыру, сөйлеу құрылымын дұрыс құруға және диалог түрде үйрету, тілдік ортада белсенді сөйлеу тәжірибесін қалыптастыру. Күтілетін нәтиже: оқушылар қазақ тіліндегі сөздерді дұрыс дыбыстайды, қазақша сөйлеу барысында еркін және нақты ойын жеткізе алады, сөздік қорлары кеңейіп, сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, бұл үнемі жаңаны табатын өнер деп Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, мен өзімнің осы бағдарлама бойынша өтетін сабақтарда берілген тақырыпшалардағы әрбір сабақтағы қолданылатын іс тәжірибеммен, яғни әдіс тәсілдермен, қолданатын әдіс тәсілдермен сіздермен бөліскім келеді. Айтылым дағдысының 4 әдіс тәсілі. Бірінші, дебат, пікірталас. Оқушылар өз ойын дәлелінен жүйелі айтуға үйренеді. Рөлдік ойын, ситуациялық әңгіме, сыни ойлау мен тіл байлығы артады. Сұрақ жауап ыстық орындық әдісі жылдам, нақты жауап беру машығын дамытады. Өз ойын қысқа әрі түсінікті жеткізуге көмектеседі. Сурет немесе видео арқылы ой бөлісу. Яғни бұл сурет немесе видео арқылы ой бөліседі. Көрген, тыңдағанға байланысты пікір білдіреді. Әңгімелеу, сипаттау, баяндау стильдері қалыптасады. Сондай ертегі кейіпкерлер арқылы сабақты меңгерту, айтылым дағдысын дамыту, қатысушыларды таныстыру, топтарға өзара қарым-қатынасын нығайту. Бұл оқушылардың айтылым дағдыларын дамытудың негізгі 3 кезеңі. Бірінші, бақылау. Оқушылардың сөйлеуін мұқият бақылап, олардың күшті жақтарын және қиындықтарын анықтаймын. Қолдау. Оқушыларға байланыстырып сөйлеу дағдыларын дамыту, конструктивті кері байланыс беремін. Келесі, бағыттау. Оқушыларды байланыстырып сөйлеу дағдыларын жақсартуға бағытталған жаттығулар мен іс-шараларды ұсынамын. Тиімді кері байланыстың рөлі: нақты, оқушылардың сөйлеуіне байланысты нақты мысалдар келтіремін. Оқушылардың жақсы жақтарын атап өту, мадақтаймын. Тәжірибе оқушыларға өзін-өзі бағалауға және жақсартуға мүмкіндік беремін. Жаттығулар мен іс-шаралар, рөлдік ойындар. Оқушыларға әртүрлі сценарийлерді байланыстырып сөйлеу мүмкіндіктерін береміз. Пікірталас. Пікірталастың әртүрлі тақырыптарын талқылау үшін оқушылардың тобын құраймыз. Қоғамдық сөйлеу. Оқушыларға өз ойларын еркін жеткізу үшін қоғамдық сөйлеу жаттығуларын ұсынамын. Сондай-ақ тілдік ынталандыру. Кітаптар арқылы оқушыларға әдеби шығармаларды оқып, сөйлеу тілін байытуға көмектеседі. Флеш-карталарды қолдану арқылы жаңа сөздер мен сөз тіркестерін жаттау үшін флеш-карталарды пайдаланамын. Ойындар арқылы тілді ойын-сауықпен үйренуге мүмкіндік беремін.
Күтілетін нәтиже оқушыларды байланыстырып сөйлеу дағдыларын жақсартады. Оқушылар өз ойларын айтуға сенімдірек болады. Оқушылардың коммуникативтік қабілеттері дамиды. Құрметті әріптестер, біз көбінде осы 4 дағдыны қолданған кезде неге мен осы авторлық бағдарламамда айтылым бағдарламасына тоқталу себебім, қазіргі уақытта технологияның дамыған уақытысы бізде балалар көбінде әртүрлі технологиялар арқылы жазба жұмыстарын тез орындай алады, көмек арқылы. Сондықтан да тіл үйретуде, тіл дамытуда бұл айтылым дағдысының рөлі өте зор. Міне сол суретпен сөйлеу орны, шығармашылық топтық байланыстарды дамыту, оқушыларды топқа бөле отырып, әр топқа мысалы саябақ, демалыс, яғни бір сөзден беріледі. Сол сөздерді қағазға сурет арқылы түсіндіріп салады. Басқа топтар сол суреттің тақырыбын анықтайды. Сондай-ақ Кувер платформасымен суретті жандандыру, мұнда жасанды интеллект платформасымен суреттерді жандандыру арқылы дайын суреттерді өз қалауынша бояйды. Содан кейін сканермен жандандыру арқылы олар жұмыс жасайды. Келесі қолданатын тағы бір голограммалық сағат. Бұнда да, яғни голограммалық сағат сөйлейтін QR деп айтуымызға болады. Бұл да осы айтылым дағдысында қолдануға өте тиімді деп айтуымызға болады. Содан бері Adobe Express формасы, яғни персонаждарды сөйлету, бұл да жаңағы ертегі кейіпкерлері кезінде осы платформа арқылы орындау балаларға айтылым дағдысын дамытуда есту арқылы, өздері қайталау арқылы дағдыларды дамытады. Енді қорыта келгенде, оқушылардың байланыстырып сөйлеу дағдыларын дамыту үшін тиімді әдіс тәсілдер болып табылады. Оқушылардың сөйлеу дағдылары арқылы олардың өздеріне деген сенімділіктері артып, коммуникативтік қабілеттерін дамытуға болады. Құрметті әріптестер, егер де сіздердің сұрақтарыңыз болса, осы айтылған жоғарыдағы ақпарат бойынша сұрақтарыңыз болса, жазып сұрақ берулеріңізге болады. Жақсы, рахмет. Ендеше құрметті әріптестер, мен сіздермен қоштаспаймын. Сұрақтарыңызды соңғы жағында тағы да жазуларыңызға болады ойланып, кезекті мен әріптестеріме беремін.